Менің жүргізетін ерекшелігім компанияда бұл тек қана әшейін алдарыңызда сөйлеп қана қоймай, мен тренермін. Яғни тренер деген білесіздер ғой кім екенін, иә? Тренер деген кім мысалға? Білесіз, тренердің жаттықтырушы. Не істейді ол кісі? Сіздің есіңіз? Роза ханым, қуаныштымын. Жаңа Баян ханым айтты ма, Роза ханымсыз ба? Жоқ, мен. Сіз ба Роза ханым? Роза ханым да негізі үлкен жетістікке жетеді ғой. Мысалы тренер білесіз бе? Тренер не істейді? Тренер үйретеді ғой. Үйретеді. Қай негізінде үйретеді? Спорт жағы болса спорт жағын үйретеді. Соңына дейін үйретеді, иә? Мысалы қарасаңыздар, нәтижесін алу үшін. өте дұрыс айтасыз, Роза ханым. Мысалы қарасаңыздар, олимпиадалық чемпион болсын, әлемдік чемпион болсын, басқа жасөспірім чемпион болсын, жеңіске жеткен сүрек жаңағы кімге жүгіреді бірінші? Жаттықтырушысына жүгіреді. Яғни жаттықтырушы оның қанымен, терімен бірге соны жеткенше бірге жүреді. Яғни әшейін осылай істейсің, 4 жылдан кейін олимпиадаға қатысасың, сен осы істейсің деп кетіп қалмайды ғой. 4 жыл бойы оны істейді, бірге онымен ұйықтап, бірге жүріп, жаңағыдай оның психологиялық деңгейін, физикалық деңгейін барлығын бірге дамытады. Мінекей тура сол сияқты адамның бизнесте да тренер болу керек. Яғни жетекші болу керек. Біз өзіміз дегенмен салсақ, мен білдім, іс қылдым деген тіпті ұят деген сөз бар. Яғни өз дегенмен істесек, біз істейміз, адасып кетеміз. Ол шындық. Ал бізге адаспау үшін, тез жету үшін бізге кім керек? Тренер керек. Осындай бір керемет хикая бар. Монах деген білесіздер ғой, монах шығыс жақтарда, Тибеттерде монахтар болады ғой, басын қырып тастайды жаңағыдай. Сөйтіп бір ауылда бір монах болған екен. Сосын көрші ауылда да бір монах болған екен. Ол монах көрші ауылға барып, мен сол жақта өмір сүремін деп шешім қабылдайды. Сөйтіп көрші ауылға барса, сол жақтың монах көреді, сол жақтың монахы судың үстімен жүріп жүр дейді. Өзеннің мына жағасынан ана жағасына өтіп кетіп жүр дейді. Сонда мен ана монахтан енгенмін, қай жерден келдім? Мен де судың үстіне жүріп өте аламын дейді ғой. Сөйтіп, ол да судың өзеннің үстіне енді бір-екі қадам жасаған кезде суға батып, зорға дегенде шығады ғой. Сөйтсе, ол монахтың аңдиды ғой, бұл қалай өтіп жүр деп. Сөйтсе, жаңағы ол местный монах, жергілікті монах. Ол жерде барлық қырсырын біледі, қай жерде жаңа яма бар, қай жер тегіс деген сияқты. Сөйтсе, ол монах өзеннің қай жердің астында тастар бар екен біледі екен да. Сөйтіп тастардың үстімен жүріп, судың үстімен жүріп өткен сияқты өткен екен. Тура сол сияқты бізде бизнесте да жетістікке жеткіңіз келсе, яғни сіздердің спонсорларыңыз және бизнес тренер деген сияқты осы сіздерге міндетті түрде керек болады. Енді бүгінгі бізде тақырыпта айтылатын сабағымыз, дәптерлеріңізді алыңыздар, өйткені бұл керемет мүмкіндік, керемет сабақ. Енді бүгінгі тақырыпта бізде бұл тақырыптың шығудың бірден бір себебі қазір бізде қыркүйек айы бізде не басталды? Жаңа оқу жылы басталды. Яғни сол сияқты біз енді қазақ ырымшыл халықпыз, соны ырымдап жаңа жылда 1 қаңтарда жаңа жылда жаңа өмір сүрейік деп, 22 наурызда тағы да жаңа біз қазақтың жаңа жылы осы наурыздан бастаймыз деп сөйтіп ырымдай береміз ғой. Сол сияқты ол да ырымдап өзім осы оқушыларға қарап, өзімнің қарындасым мектепке апарып жүріп, қарап жүріп, сонда мына ой келді, пікір келді, осындай тақырып шықты. Яғни оқитын кез келді, бай болатын кез келді. Яғни біздің адам деген бесіктен көргеннен білім іздеу бізге парыз. Яғни біз білмегенімізден білмегеніміз өте көп. Bir жағынан сіздер кітап оқысаңыздар, сіздердің есте сақтау қабілеттеріңіз жақсарады, екіншіден көзқарастарыңыз кеңейеді, және де өмірде пайдаланатын әдістеріңіз, тәсілдеріңіз көп болады. Яғни жазу керек, оқу керек. Яғни бізде жаңадан білім іздеп бастауымыз керек. Енді бұл жаңадан білім, қазір барлығымыз ересек адамыз, бұл жерде ешкім мектеп оқушы жоқ. Қандай білім керек бізге деген сұрақ болатын болса, біздің өмірімізде маңызды 4 фактор бар. Уақыт, денсаулық, білім және ақша. Осы маңызды 4 фактордың білімін білсек, біз үлкен жетістіктерге жетеміз. Әрине, ол тек қана оқып алып жүрсек, оған ешқандай нәтиже болмайды. Себебі айтады, кітапты оқысаң, жай ғана оқысаң, ол кітаптікі. Ал кітапты оқып пайдалансаң, ол сенікі дейді. Яғни біз кітапты оқып қойып, бүгінгі сабақты жазып қойып, осылай айтқан екен деп басқа жаққа кетіп қалсақ, ойымызда ол нәтиже бермейді. Яғни алған білімдерді оқып, оны іс-әрекетте қолдану керек. Яғни бүгінгі тақырыпта жазарға, бүгін бізде 10-шы қыркүйек 2022 жыл. Оқитын кез келді. Бай болатын кез келді.
яғни Ахмет Байтұрсынов атамыз айтады, білімді болсын оқу керек, бай болсын кәсіп керек деген сияқты осы барлық керектің жолында еңбек ету керек деп. Яғни бізге бай болу үшін не керек? Кәсіп керек қой, қазіргі таңда адамдар тез болса деген нәрсе үйреніп қалғанда. Себебі неге? Біздің санамызда ол нәрсе қазіргі таңда шындықта улап тастады деп айтсақ болады. Себебі неге Инстаграм қылып қалсақ, хочешь быстро похудеть, тогда мынаны ал. Хочешь быстро похудеть, менің неме жаз. Хочешь быстро миллионерім стать, тез миллионер бол, мынаны істедім. Тез деген нәрсеге біз адам санасы түйіп тастаған, тез жазылып кеткім келе ма? Тез бай болып кете ма? Тез салмақ тастағым келіп кете ма? Тез жоқ. Бұл біздің сол нәрсеге бағдарламалап тастағаннан кейін, себебі қазіргі таңда кім көп ақпаратты иеленсе, сол соғысты жеңеді деген нәрсе бар. Яғни біздің санамызды түйіп тастаған, қазір болып кету керек та бізде. Бізде уақыт жоқ, 2 жыл бойы жүре ма осы бизнесте? Маған қазір керек бұл ақша дейді. Жоқ, ол қазіргі таңда қай сала болсын қазір болып кететін деген нәрсе жоқ. Мысалы, қарапайым кәдімгі мысалмен келтіретін болсақ, мұғалім бірінші кезеңде лаборант болады, одан кейін мұғалім болады, одан кейін не болады? Тәрбие завучы болады, одан кейін басқа завучы, содан кейін бар директор болады, директор болғаннан кейін бар министр болған кезде соған қарай әрекет етеді. Яғни пенсияға бір 3-4 жылдан кезде бір министр болуы мүмкін. Соған мақсат қалса, соған жетеді адам. Яғни тура сол сияқты бізде бұл өмірде мақсат қоймасақ, біз адасамыз. Мақсаты жоқ адам адасады. Яғни жаңа 4 маңызды факторды ала кететін болса, біздің ең бірінші маңызды факторымыз ол қасынан жақындатайын, денсаулық. Және де біз оның барлығына нәтижеге қол жеткізу үшін біз алманы аузыма түстіп жатпаймыз ғой. Алманы да теріп алу үшін не керек? Әрекет керек қой. Сондықтан біз әрекет жасауымыз керек. Әшейін болмайды. Бүгін мен жазып қойдым, бүгін болып кетеді деген нәрсе болмайды, бірақ оған сіз әрекет етесіз. Осы тұрғыдан керемет мен сабақ жүргізудің бір ерекшеліктері, сіздерге беретін мүмкіндіктердің бір несі, мен енді көп жағдайда рухани матери байлықты үйретуге мақсат қоямыз. Роза Қожахметқызы болсын, ол кісінің шәкірті болғандықтан мен де сол мақсатты. Және де мен тек қана шетелдің жаңағыдай білімдерін игеріп, және де өзіміздің ата-бабаларымыз қаншама еңбектер жазып, сонымен қатар өзімнің өмірлік тәжірибемде де алып жатқан барлығын ұштастыру арқылы адамға жеткілікті болсын, тез жету үшін сол үлгіде жүргіземін да. Осы жаңа кітап оқып отырып, осы Шәкәрім атамыздың сыр сөздерінде осы 2 сыр сөзді айтып бергім келіп тұр, сіздерге керемет айтып кеткен. Керек болса сіздерге спонсорларымызға жіберемін, сол кісілер сізге жібереді. Мына бұны жатталып бастаған, мына еріншек деген керемет сыр сөз бар. Мұқият тыңдаңыздар, телефондарыңызды осы режим қойып. Еріншектіктен салақтық, салақтықтан надандық. Бірінен бірін туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Еріншек таза жүре алмас, кірі қолын жуа алмас. Харекет жоқ, ғылым жоқ, не өз бойын ұялмас. Жүрейін десең тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар. Аналарда жүр ғой деп, бөуді мысал қылғызар. Тұрайын десең жатқызар, буынды сөйтіп қатқызар. Орынды іске кіргізбей, не болса соны шатқызар. Мен емес пе сабырым, жаныңа тыныш тамырың. Асықпа деп алдайды, қазулыма деп қабырың. Құдайдың дейді күні көп, асыққан істің міні көп. Аз ғана рахат қылсаңшы, істерсең ертең мұны деп. Осымен ақ жүре сал, мына бір жерге кіре сал. Бір жырымың үзілсе қанжығанмен іле сал. Тарамыз қайда, біз қайда, асығыстан не пайда. Тегіп ала қоярсың, біз табылған бір жайда. Ораза намаз келеді, оғанда ақыл береді. Кешірер деп Құдайың рахметі күшті деп еді. Шақырмай қой азамды, кешеді Құдай жазаңды. Жай оқысаң болмайма, кетіре бермей мазаңды. Сонымен қалсаң алданып, ұмтылмасаң қамданып, жалқаудың құлы болғанын жатпақ үшін жалданып. Шаруада көп басыңда, көндіру керек жасыңда, қылайын десең харекет, еріншек отыр қасыңда. Және айтады ақылды, қысып қояр тақымды. Тілімді алсаң тек отыр, менің сөзім мақұлды. Жас басыңнан аптықпа, кіре берме боқтыққа. Өмір өзі ақ береді, тағдырға қарсы соқтықпа. Құлақ қойсаң сөзіме, пайда айтамын өзіңе. Арқалатпа бейнетті қызық көрер кезіңде. Бейнетке жаның шыдай ма, осы сөзің ұнай ма? Пендесін аштан өлтірмес, қарсы болма Құдайға. Мұның сөзі мақұл деп, айтқаны дұрыс ақыл деп, харекетсіз кеткенің жай іздерінің ақыр деп. Бұл сөзді ұғып жас кетті, ішіп алып мас кетті. Бар керектен айырылып еріншек деген қас кетті. Еріншектің қақпаны көрінбей көзге жатқаны, біреу оған ілінсе, оны Құдай атқаны. Іс қылдырмас еселі, ең білімнің кеселі. Кірсе бойдан шығу жоқ, күн сайын өсер беселі. Төбеде сөйтіп теседі, орныққан сайын өседі.
ғибадат жоқ, өнер жоқ, бәрінің жолын кеседі. Даулассаң желдей өседі, өзі айтып, өзі шешеді. Үйір болған кісілер жан тыныштық деседі. Жан тыныштық бұл емес, жан дененің құлы емес. Өзің байлап бересің, жан жұмысы ол емес. Яғни керемет Ақшәкәрім атамыз айтқандай, бір нәрсеге қарасаңыздар, бір кесені жумақ қояйыншы десең, бірнеше аптадан кейін сіз не істейсіз, барлық ыдысты жумай әдет қалып. Яғни еріншектіктен салақтықтан адамдық біріне бірі туады, жоғалып сөйтіп адамдық дейді. Жаңағыдай алдайды да, тағдырға қарсы соқтықпай, сені аш қалдырмайды ғой Құдай дейді. Бүгін аш отырсынбай шүкіршілік қылып отыра берсе дейді. Менің өзімнің анандай өмірлік қағидам бар. Егер сен біле тұра, бұдан да артық нәрсе істей алатынды, бұдан да артық нәрсеге қол жеткізе алатынды біле тұра, азға қанағат ету ол қателік деп санаймын. Яғни, егер осы өмір ұнайтын болса, басқа біреуге қызғанышпен қарама. Осы өмірді сүре бер. Бірақ егер сен үлкен жетістікке жеткен кезде, бізге не істеуіміз керек? Әрекет ету керек, білім іздеу керек, еңбектену керек, әрекет қылу керек. Ата-бабамыз керемет айтып кеткен ғой негізі. Мынадай адамдық борышын халқыма еңбек қыл дегендей, қазір сіздер қарасаңыздар, үлкен институт қой бұл, Санева компаниясы. Және де сіздер қазір істеп жатсыздар. Бір адамның өміріне жақсы жаққа өмір сүруіне жақсыға қарай себеп болсаң дейді, соның деңгейінде сенің сауап саған жазылады. Қарап тұрсаңыздар, біз бүкіл халыққа адамзатта еңбек қылып жатсыздар ғой. Бір өнім алып, қаншама жарнаманы алып адамдар істеп жатыр, өмірін жақсы жаққа өзгертіп жатыр, табыс алып, саяхатқа барып келе жатыр, қандай керемет өмірін өзгертіп жатыр, жақсылыққа себеп болғаннан кейін сіздер болса ортада жүрсіздер. Енді не істеуіміз керек? Егер сен ұсынып жатқан өнімің, жасап жатқан қызметің адамның өмірін жақсы жаққа себеп болатын болса, сен шаршамай айту керексің дейді. Орыста мақал бар ғой, бір ғана мүшеде сүйек жоқ, ол тілде, езік бескесте дейді ғой. Сөйлей бере, адамның жағы ең мықты бұлшық етті жақта екен. Осы сондай Құдай бергеннен кейін біз айта береміз, бірақ нәрсені нені айтуымыз керек? Жақсы нәрсені айтуымыз керек қой. Мына Жапонда да керемет мақал бар. Егер айтайын деп жатқан сөзің дейді, тыныштықтан да жақсы болмаса, одан да айтпа қой дейді. Одан да тыныштық жақсы, сенің өсегің, өтірігің адамның жүрегін қарайтады. Адамның жүрегі қарайғаннан кейін ол адамда қандай әрекет шығады? Жаман әрекет шығады. Жаңағыдай бір керемет хикая бар, заманда бір көрші болған екен. Бір кісі сондай тура жолда жүрген, сондай жақсы кісі, дінде жүрген, сондай тақуа бір тура жолда жақсы кісі. Екінші кісі жаңағыдай дінде емес, тура жолда емес, сондай бір жаман кісі екен. Жаман көршісі күнде жуынды деген нәрсе білесіздер ме? Жуынды, қалдықтар, сас, жаңағыдай үйден шыққан сас су, қалдықтар, соны шелекке толтырады дейді. Жаңағы жақсы көршіге апарып қояды екен. Күнде апарады, бірақ күнде таңертең көрсе жаңағы жаман көрші, тура сол шелегі жуылып, тазалап, әдемі ішіне әдемі піскен алмалар толып тұрады екен. Күн өседі, бір күн өтеді, бір екі күн өтеді, бірнеше күн өтеді. Сөйтіп енді таңқалады, бұл не деген адам? Мен оған жаңа қастандық жасап жүрсем, жамандық жасап жүрсем, ол маған әдемі бағындағы алмаларды, әдемі алмаларын әкеліп қояды деп. Мен оған сөйлесейінші дейді ғой. Сөйтіп барып, мисаға өстіп жүрген адам шелекпен жаман суларды, сасық іріңді, қалдықтарды әкеліп жүрген мен, сен білесің бе? Мен екен, иә білемін дейді. Біле тұра неге ол нәрсені істейсің дейді ғой. Сонда жаңа кісі айтады, адамның жүрегінде не бар, ол соны істейді. Яғни сіздің жүрегіңіз сасық іріңге, жамандыққа, өсек өтірікке толып қалса, сіз іс-әрекетіңіз не болады? Жаңағыдай сасық ірің сияқты. Сасық іріңге жақындайсыз ма жаман нәрсеге? Жақындамайсыз ғой. Одан да сізден қашады. Тура сол сияқты біз жаңағыдай жүректі қарайтатын бірден бір себебі ол өсек өтірік, айбат, бос сөз айту, босқа ойнап күліп, жаңағыдай басқа іс-әрекеттер. Сіздер қазір істеп жатса, халыққа қызмет қылып жатсыздар. Бағанадан бері бір өсек айттық па біз өшіде? Біреуді жамандадық па я болмаса? Жоқ, сіздер де өнім беріп жатқан кезде ешкімді өсектемейсіздер, ешкім жамандамайсыз, тек жақсы болсын деп рияз қызмет қылу ғой. Рияз қызмет қылсаңыздар, Құдай осы өмірде де, ана өмірде де міндетті түрде жемісін береді. Яғни бізде 4 маңызды фактор, уақытты біз басқаруымыз керек. Бірінші, уақытты не үшін басқаруымыз керек? Себебі сіз уақытты басқармасаңыз, уақыт сізді басқарады. Яғни бізде керемет сөз бар ғой. Қайда барасың десе, бас ауған жаққа бара беремін. Тау болса тауға, тау болса тауға десе. Ол қате ол. Оны артым айтады, ол өзінің уақытын өзі басқармайтын адам айтады. Мына алдарыңызда тұрған бірінші біз бағана не дедік, уақытты басқаруды үйренейік дедік, иә? Енді толық тереңінен ашықтамақ қояды, себебі таймынан көрсе бізде 1,5 ай өтіп көрсетіп, енді сіздерге осы уақытты басқарудың жолындағы бірнеше құпиясын айтайын. Бірінші құпиясы 1440
40 sanının sıyıqırı. Тура осылай жазып қойыңыздар. 1440 санының сиқыры. Бұл не сан деп ойлайсыздар? Бұл қайдан алған сан? 1440. Қалай ойлайсыз Қуархан? 1440 бұл не сан? Еще сиқырлы сан. Бұл біздің тәуліктерге 24 сағаттың 1440 минуты. Яғни біздің бір тәулігімізде 1440 минутымыз бар. Яғни егер де біреу сізді алаңдататын болса, болмаса басқа нәрсе телефонға қарасаңыздар, Инстаграм өзімізде де бар, барлық адамдар бар. Көреміз, Инстаграмды ашамыз, кеше пост салып қойдық қой. Еш адам қарады екен дейміз, қараймыз. Қарадық қой. Барлығы өтті, сосын қараймыз, шығып кетеміз, интересіне қараймыз, бір видеоны қараймыз, сөйтіп Инстаграмда 15-20 минут уақыт өтетінін білмейміз. Кімде ол сондай? Бір сағат кетіп қалады тіпті. Яғни сол осы нәрсені істеді алдында, я болмаса шайға тойып тұрып, тағы да 2 кесе шай ішердің алдында, я болмаса басқа нәрсе істердің алдында, осы санды мына ұялы телефондарыңызға қойып қойыңыздар. Суретке түсіріп алыңыздар да ма, я болмаса өздеріңіз жасап аласыздар ма деп 1440 деген санды қойып қойыңыздар. Яғни осы басқа сізді алаңдататын нәрсе дейді, жазыңыздар. Сізді алаңдаушы ол уақытыңыздың ұрлықшысы. Біреу телефоныңызды ұрлап кетсе не істейсіз? Осы ақшаңыз ұрлап кетсе, 500-теңіз ұрлап кетсе де іздейсіз ғой. Дұрыс па? Я ұрлатпайсыз. Қалтаңызды қайта-қайта тексеріп тұрамыз. Басқа да деген бәрін тексеріп. Жаңағыдай баяғыда. Енді баламыз ғой енді. Ағамдар үйге кісілер келеді, жаңағыдай ата-анамыз үйде жоқ кезде үйге кісілер келетін болған ғой. Сөйтіп бала ойнап жүргенбіз, ағам бәріміз ойнап жүргенбіз сөйтіп. Үйге бір кісі келген ғой енді. Сөйтіп мама папа жоқ, үйде күтіп отырдыңыз деген ғой. Сосын жарайды деп үйде күтіп отырайын деп жатса, барып ағам барып айтып, тәте ештеңе ұрлап кетпейсіз ғой деп айтты келген демекші. Енді қарасаңыздар адам енді ұрлықшы деген нәрсе біз жолатпаймыз ғой. Ал біз уақытымызды ұрлайтын нәрсеге береміз ұрлықша. Басқа керек емес нәрселерді қарау, керек емес киноларды көру, керек емес кездесулерге бару деген сияқты. Яғни 1400 осындай телефоныңызға қойып қойыңыз, яғни жұмыс алдыңызға есікке қойып қоясыз ба, стөліңізге қойып қоясыз ба, өзіңізге осыны қойып қойсаңыздар болады. Қай кезде сіздің уақытыңызды ұрлайтын нәрсе келген кезде осыны есіңізге түсіріңіз. Енді осы жерде тағы бір мысал келтірейік. Уақытыңызды ұрлатқыңыз келмейді, уақытыңызды бергіңіз келмейді. Кім уақытын бергісі келеді біреуге? Мысал келтірейік. Бір жас жігіт, 25 жастағы жігіт. Табатын табысы өте аз, әйтеуір өмір сүруіне жетеді. 95-тегі қарт кісіні алайық. Ол миллиардер, долларлы миллиардер. Ол жаңағы жас жігітке ұсыныс жасайды. Сен дейді, мына қарт кісінің тәні мен ақшасын аласың. Оның орнына сен өзіңнің тәнің мен жасыңды, ақшаңды соған бересің. Ауыстыра ма ол жігіт? Миллиард емес триллион ақша болса да ауыстырасыз ба мысалы сізге? Кәсіпорын ханым айтса, ауыстырмайсыз ғой. Ол қанша ақша берсе де ауыстырмайсыз. Дұрыс па? Мен де ауыстырмаймын. Яғни біз мойындаймыз, біздің ең құнды нәрсеміз не екен? Триллион доллардан да артық не ол? Уақытымыз. Яғни біз мойындадық, біздің ең құнды нәрсеміз уақыт екеніміз. Сондықтан құрметті бизнес серіктестер, уақыттарыңызды зая кетірмеңіздер, құрметті ханымдар. Түсіндік, мойындадық. Екінші, уақытты басқару. Күш қуатты басқару. Яғни бұл жерде уақытыңызды дұрыс басқару үшін біз энергиямызды, яғни күш қуатымызды дұрыс басқаруымыз керек. Мына жалпы тмд елдердің адамдардың жалпы өмір сүру үлгісі сондай екен. Тағған кезде істеу. Көп жағдайда мысалы бір той болатын болса, істейміз, тағалған кезде үйді ремонттап кетеміз. Болмаса басқа да жұмыста болса, мысалы бизнес серіктестерге айтамын, сіздер
бір кісілер промоушндарды орындайды да, мысалы, біз статус жабатын кезде орындайды, күшті, керемет, жарайсыз дейміз. Бірақ осыны қалай жеттіңіз деп айтамыз ғой. Соян осы кезде соңғы 4 күнде істедім дейді да. Сосын шашап тұрмын дейді да. Енді, конечно, сіз 26 ай, осы 26 күн бойы істесеңіз, тақалғанша жүрмей. Сіз бұдан да көп нәтижеге қол жеткізесіз дейміз ғой. Ол кісі неғып 26 күнді істемеді десек, сөйтсе алдыңғы айдың 4 күнде сөйтіп тақалғанша бүкіл күш қуаты жұмыс жасап, сөйтіп шаршап 26 күн демалған екен да. Сол сияқты біз істеуіміз керек, энергиямызды дұрыс жұмсай білуіміз керек. Сол кезде біз уақытымызды басқарамыз. Мысалға бір боксшыны алатын болсақ, бір боксшы бар екен. Сол кісі любительский ғой енді. Тренировка жасайды 1,5 сағат бойы. Содан кейін тренировка жасағаннан кейін жаттықтырушы тағы да жарыс ұйымдастырады екен. Бір жаттықтырушы не бар? Велосипед сияқты бүйтіп атын ұмытып тұрмын. Қолында қозғайды, аяғында қозғайды, бүкіл бұлшықетті қозғайды екен да. Оны 3 минут жасағанның өзіне кәдімгі шаршап қалады екен. Сөйтіп кім көп калорий жұмсайды, сол жеңеді екен. Сөйтсе жаңағы жігіт барлығынан ұтылып қала береді. Екі адам бір-біріне қарсы қояды екен, кім калорий көп жегді, сол жеңімпаз болады екен. Сөйтсе ол бастапқы минуттарда қатты жұмыс жасайды екен, сосын күші бітіп қалғаннан кейін ары қарай жұмыс істей алмай екен. Сөйтіп жаңағы боксты тастап кетеді, бәрі бәлесі болсын, бүгін бәрі керек істеп жүрейін, нем бар деп ойланып жүреді, бірақ бір шешім табады екен. Яғни күш қуатын дұрыс жұмыс жасау. Сөйтсе ол 3 минут жаттығудың ішінде 3 минут жаттығу, неше секунд бар? 180 секунд бар, осы 180 секундты этапқа бөледі екен, деңгейді. Яғни 30 секундтан 6 этап болады екен, 30 секундтан 6 этап болады екен, 6 этап. Бұл 6 этаптан не істейді екен ол? 25 секунд жаттығу жасайды екен да, 5 секунд демалады екен. Сөйтіп ол басқалары 3 минутта жаңағыдай 50 сондай калорий жағып жүрсе, бұл осы әдісті бір қолданғаннан бастап 72 калорий жасаған екен. Яғни біздің тез шаршап қалатынымыз, уақытымызды дұрыс басқара алмай қалатынымыз, тез істейміз да шаршап қаламыз, біраз уақыт демалып қаламыз. Шын ғой. Яғни ол үшін біз не істеуіміз керек? Осы негізге ала тұра осы жаттығудан түсіндіңіздер ғой? 25 секунд әрекет етеді, 5 секунд демалады. Сөйтсе ол шаршамайды, ұзағырақ шыдайды, выносқа болады. Яғни осы әдісті, осы боксшының жасаған тұжырымдамасымен бізде де уақытымызды 90 минут жұмыс жасап, бір 5-10 минут үзіліс жасау керек. Яғни сіздердің жұмыс жасауларыңыз ұзағырақ тиімді болу үшін не істеуіміз керек? 90 минут жұмыс жасаңыздар да, 5-10 минут үзіліс жасаңыздар. Үзіліс жасағанды жаңағы зиянды нәрселермен жасамаңыздар, үзіліс жасады деп жаңағыдай енді ер адамдар темекі шегіп береді, болмаса керемет тәттілер жеп кетпеңіздер. 5-10 минуттың ішінде жаңағыдай жаттығу жасаңыздар, су ішіңіздер, кабинетіңізде кішкене жүре тұрыңыздар. Яғни 90 минут осы бүгіннен бастап осы әдісті қолданып көріңіздер. Нәтижесін берген кезде маған айтасыздар. Бұл нәтижесін міндетті. Яғни уақытты басқару үшін күш қуатымызды істеуіміз керек, басқаруымыз керек. Шаршап қалмауымыз керек қой. 90 минут жұмыс жасап, 5 минут демалу керек қой? 5-10 минут демалу, оны демаласы, жарты сағат демаласы. Яғни таңертең 9-да барсаңыз, мысалы жұмысқа бардыңыз екен, болмаса өзіңіздің кәсібіңізді бастадыңыз екен, түскі уақытқа дейін неше сағат бар? 4 сағат бар ма? 4 сағат тынбай жұмыс жасамақ қойыңыздар, тоқтамай. 1,5 сағат істеңіздер, 5-10 минут демалыңыз. Өйткені сіз 3 сағат тынбай жұмыс жасайсыздар, болмаса тынбай жұмыс жасадыңыз, әдетте шаршап қалыңыз, екіншіден шаршағаннан кейін қарны ашады, тамаққа той боласыз, түстен кейін маужырап, ұйқыңыз келіп жұмыс жасағанда жүреміз. Одан сіздің мынаған қарағанда сіздің нәтижелеріңіз жаңағыдан төмен болады. Яғни 90 минут жұмыс жасап, 5-10 минут үзіліс жасап. Одан кейін үшіншіден естиміз, бүгін негізі 12 құпиясын айтып келдім, біз сізге 3 ғана айтайын. Үшіншісі маңызды істерді таңертең істеу. Жазыңыздар, маңызды істерді таңертең істеу. Маңызды іс деген не нәрсе? Мысалға сіздің өміріңізді жақсы жаққа өзгертетін
mаңызды істер. Себебі ғалымдардың зерттеуі бойынша дейді, адамның миы таңертең тұрған кезде бастапқы 2 сағатта бүкіл полный мощностьта жұмыс жасайды екен. Таңертеңгі тұрған кезде. Яғни таңертең тұрдыңыз ба, мысалға мен нешеде тұрамын? Мен 3:30-4-те тұрамын. 3:30-4-те тұрушы мен не істеймін? Ертерек жатамын ғой. Мен жаңағы 2-де жатып 3:30-да тұрмаймын ғой. Адамның егер ұйқыларыңыз қанбай жүрген кісілер болатындар, сіздерге ғалымдардың зерттеуі бойынша жалпы біле жүріңіздер, адамның терең ұйқыға батқан кезде ұйқысы қанады. Ал терең ұйқыға бататын сәт ол 10-10:30-дан бастап сағат түнгі 2-3-ге дейін екен. Яғни сіз 3-те ұйықтап, ертең тал түске дейін ұйықтасаңыз да сіздің ұйқыңыз қанбайды. Себебі ол кезде терең ұйқыға батпайды екен адам. Яғни сіздер ұйықтарына осы уақытта ұйықтаған абзал. 11-ден бастап 2-ге ұйықтасаңыздар, байқасаңыздар болған шығар, ол өзіңізде түнгі 2-де 3-те оянып кетіп, ұйқыңыз бір қанып тұрған сияқты болмас сәттеңіз. Ұйықтап қаласың ғой ағасы. Кәдімгідей бір ары күш-қуатын артып сөйтіп жүреді. Яғни осы терең ұйқы батқан сіздің ұйқыңыз қанады. Және де ұйқыңыз қану үшін минимум 30-40 минут ұйықтар алдында 30-40 минут бұрын телефон, социальный сеть деген нәрселерді қарамаңыздар. Және таңертең тұрғанда да қарамаңыздар. Яғни таңертең маңызды істерді таңертең істеу. Яғни сіз жаттығу жасау, я болмаса бүгінгі күнге пост салу, я болмаса банкке бару үшін осындай нәрсе істеу керек деген сияқты, үй алу үшін мен риэлторды іздеуім керек, я болмаса көлік алу үшін мен автосалон іздеуім керек деген сияқты таңертең маңызды істерді бірінші істеп алыңыздар. Осы жағынан тағы да бір әдісті айта кетейін, 80-20 деген. 80-20 деген нәрсе, бұл сіздің 20% әрекетіңіз 80% нәтижені береді. Яғни 20% әрекет дегеніңіз не нәрсе? Жаңағы таңертең істеген, я болмаса маңызды, мысалға сіз бүгінге 10 істі жоспарлап қойдыңыз дейік, соның ішіндегі ең маңызды 2-ін таңдап алыңыз. Осы 2-ін таңдау, мысалға сіздер бүгін жоспарлар былай тұр дейік. Өлімді өткізу үшін сіз неге бару, мысалға? Поликлиникаға бару жоспарыңызда тұр, және де 5 адамға ақпарат беру деген жоспарыңызда тұр. Осы жерде қайсысы маңызды? Әрине клиникаға барған. Өйткені сіз клиникаға барсаңыз, ол крупный заказ береді ғой. Дұрыс па? Мысалы, сіз 5 адамға ақпарат берсеңіз, оны бір-екі өнім алады. Алған жерде сіз оны өткізсеңіз, өткізе алудың жолын үйренсеңіз, 20% әрекетіңіз сол, сіздің 80% нәтижені береді. Тура сол сияқты мысалға сіздің таңертең жаттығумен айналысуыңыз бүгінгі күнімізде сергек жүруіңізге, салқын сумен шомылу, жаңағы душта, ол да сіздің сергек жүруіңізге. Яғни біз бүгінгі күніміз нәтижелі өту үшін таңертең жаттығумен айналысу керек, визуализация, аффирмация, соның бәрін таңертең жасау керек. Жалпы осы уақытты басқарудың осындай құпиялары бар, оның құпиялары көп, әдістері көп. Сіз осыны қорытып алыңыздар, жаңағыдай толып тұрған стаканның үстіне су құя берсе не болады? Тасиды ғой. Кішкене бір-екі сабақ тағы түсіндірейік. Жаңағыдай бағана сабақтың басында сіздерге уәде беріп қойғаннан кейін жаңа не дедім ғой? Жинақтаушы нәтиже, яғни накопительный эффект. Сол туралы кішкене айтып берейін. Екінші сабағымыз жинақтаушы нәтиже. Бұл не деген нәрсе? Бана айтып, бірден бай болып кету, қазір рекламаның бәрі, бірден салмақ тастап кету, бір аптада 10 килограмм тастайсың деген нәрсе сияқты. Бұл әрине бұл шындыққа үлестейтін нәрсе емес қой. Бір апта ішінде 10 килограмм ешкім тастамайды ғой. Бірақ жинақтаушы нәтиженің құпиясы неде? Адамға көп жағдайда қазір сабырлық жетпейді. Табандылық, күш қайрат жетпейді. Жетістікке жеткен адамдар мен жетістікке жетпеген адамдардың айырмашылығы неде? Табандылықта екен. Біз не істейміз? Бастап жарты жолда тастап кетеміз ғой. Қойшы деп. Нәтиже көрмейінше осы жолда алдыңыз ба, нәтиже көргенше іс-әрекет ету керек. Яғни мысалға келтірейік. Бағана денсаулық дедік, уақыт дедік, соның ішінде бізде не болды? Ақша дедік, ақшаны алайық. Осы жақтан мысал келтірген жинақтаушы нәтижеде ақшаның құпиясы. Екі құрбын алайық. Кімді алайық? Екі құрбын алайық, Айжан мен Гүлжан. Айжан, Гүлжан. Екі құрбыға екі түрлі бір шарт берді. Екеуіне де таңдау берді, бірақ осының ішінде Айжан біреуіне мынандай таңдау берді. $3 миллион аласың, я болмаса бір
бүгін бір пенни аласың, яғни тиын бір пенни аласың, бірақ ол күн сайын 2 еселеніп отырады. Сөйтіп тұрғанда Айжан пысықтау, еседе бірден $3 миллион алам дейді да, сөйтіп алып. $3 миллион алады. Амал жоқ, Гүлжан не алады? Бір пенни алады. Бірақ ол бір пенни күн сайын 2 еселеніп отырады. Яғни бүгін бір пенни болса, ертең 2 пенни, одан 4 пенни, сондай болады. Осы жерде мынаның Айжанның $3 миллион бар. Арада 6 күн өтеді. 6 күн ішінде Айжан әлі $3 миллион жұмсаған жоқ. 6 күннің ішінде Гүлжанның бір пенни қанша болды? Көбейтіге 1 пенни, 2, 4, 8, 16, я? 5 күннің ішінде 16 пенни болды. Енді осы жерде тағы да арада 20 күндей өткен кезде мына Гүлжандікі $5,000 асады. Яғни нақты есептеп отырмақ қойып қазір, $5,000 асты, бірақ кімнің Айжанның $3 миллион әлі $3 миллион болып тұр. Ол жұмсаған жоқ. Сөйтіп арада мынаның көңіл күйі түседі, мынаның $3 миллион бар, мынаның әлі $5,000 ғана бар 20 күннің ішінде. Бірақ 31 күннің ішінде мына $5,000 31 күннің ішінде 2 еселенеді дедік қой. Мысалы бүгін $5,000 болса, ертең ол $10,000, одан кейін $20,000, одан кейін $40,000, сөйтіп еселеніп келген кезде 31 күннің ішінде Гүлжанның ақшасы $10,731,000 болады. Яғни, мына жерде 31 күннің ішінде Айжан бұл ақшаны жұмсап тастауы мүмкін. Яғни, жинақтаушы нәтиже деген құпиясы неде? Біз көп жағдайда алыстағаны көрмейміз, мұрнымыздың үшін ар жағынан болашақты көргіміз келмейді, біз қазір болып кету керек. Қазір бізге $1 миллион керек. Бірақ бұл $1 миллионға жету үшін осы жерде қайсысын таңдар едіңіз? 31 күннің ішінде $3 миллион, $4 болып кеткен ба, әлде біртіндеп өсіп сіздің қанша есе? 4 есе ақшаңыз артылған. Яғни осы тез болып кетпейді деген сіздерге жеткізгім келіп тұр. Бүгін сіздермен бірден айтайын. Бүгін болып кетеді деген нәрсе жоқ. Роза ханым, сіз бірден директор статусын жаппайсыз ғой. Бірақ сіздер Құралай ханымдар 3-4 жылда жетсе, сіз 1 жылда жетуіңізге мүмкіндік бар. Неге? Естеріңізге түсіріңіздер бағана хикаяны. Неге сіз 1 жылда жетуіңізге мүмкіндік бар? Аматсың бәрі қазір дайын. Бағана хикаяны естеріңізге түсіріңіздер. Қандай хикая? Маркетинг дайын. Хикая бағана бір притча айттым ғой. Судың астында. Судың астына болып келе, Құралай ханым сізді қай жерде қалай ету керек екенін, қалай жүру керек екенін біледі. Сонда сіз уақыттан ұтасыз. Барлықтарыңыз уақыттан ұтасыздар. Және де мысалға айта кететін болсақ, осының барлығын құрметті бизнес қамту үшін кім керек? Ұстаз керек, жетекші керек. Сөйлесеңіз, нәтижеге қол жеткіземіз. Енді бағана айтып өткендей, қазір сіздер алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі сенбі күнде демалатын алтын уақыттарыңызды бөліп, осы білімді ақпаратты алғандарыңызға сіздерге мың алғыс. Енді бұл ары қарай тереңдететін болсақ, көзіміз уқалап, ұйқымыз келіп жатыр. Ары қарай ысырап болмасын. Енді сабақ алам десеңіздер, құрметті бизнесте тағы айта кетейін, Құдай қаласа 24 және 25 қыркүйек күні Алматы қаласының Таулардың бөліктерінде Санева компаниясының кәсіптік рухани білім беру орталығының ұйымдастыруымен не болады? Мастер-класс болады. Яғни ол жерде командалық жарыстар болады, фото-видеосъемка, сабақ болады, арнайы шақыртылған қонақтарға сабақ жүргізеді. Бір күн қаланың ішінде болады, екінші күні қаланың сыртында таудың бөктерінде керемет табиғатта сабақ жүргізетін боламыз. Одан кейін жаңағы мен айтып өткендей, өзіңе инвестициядан бастап онлайн курстар 1 айлық, баста бек еселі атты 3 айлық курстар, сол курстарға қатысу арқылы осы бизнеста профессионал болуға лазым болады. Профессионал деген ол қандай адам? Мысалы келтіре кететін бір хикая бар. Бір портты жер, порт білесіздер, оны теңізі бар, портпен айналысатын портты жерде бір кеме бұзылып қалды. Сол кемені бұзылып қалды, сол жөндейтін десе бірнеше мастер шақырады, ешкім жөндей алмайды, бірнеше күн өтеді, ешкім таппайды. Енді бір күні бір кісіні табады екен, сол кісі келіп жаңа кемеге қарап тұрып, жаңа ақау болған жерден қарап тұрып, сөмкесінен бір кішкентай балған алып, тас еткізіп ұрса, жаңа кеме істеп кеткен екен. Сөйтіп қанша төлейміз дейді ғой.
$3000 төлейсіңдер дейді. Сіз жаңағыдай шақырған адам шағымдады да, сен балғамен жай ғана ұрып кеткен үшін $3000 сұрайсың ба дейді. Жоқ дейді. Менің жай ғана балғамен ұрып кеткенде сен $3 бересің дейді. Бірақ менің тәжірибеме, менің профессионалдығыма жаңағыдай $2997 төлейсің дейді. Яғни біз осы бизнесте профессионал болу үшін, мысалға тасты су жара ала ма? Тасты. Жарады, қалай жарады? Бір жерге тамшылай берсе, ол тасты қақайрады. Тауды бұзуға бола ма? Болады. Біртіндеп тасын тасысаң, ол тау жоқ болып кетеді. Яғни сол сияқты біз осы бизнесті нәтиже жетіп жүрміз үшін бір нәрсені істей беріңіз, Инстаграмға сала беріңіз, Кока-кола барлықтарыңыз білесіздер ме? Кока-кола ішіп көрдіңіздер ме? Сусыз Кока-кола білесіздер ғой? Ішуге болмайды десе, күнде аласың. Иә, болмайды деп іше береміз ғой. Еще фантамен араластырып, иә? Одан кейін қымыз ішіп. Кока-кола білесіздер, ол Кока-кола фирмасы неше жыл болды? 160 жылдай болды, иә? Бір күн көрдіңіздер ме? Теледидар көріп жүрсіздер ғой, иә? Кока-коланың жарнамасы болмаған күн көрдіңіздер ме? Әсіресе жазда. Радиодан айтып жатыр, Инстаграмда салып жатыр, теледидардан көріп жатыр. Хотя ол 160 жыл болды. Оның $миллиард тауар айналым бар. Бірақ ол жарнаманы бере береді. Сол бере бергенде жарнаманы біз ала береміз, сол сияқты метод. Bir gün biz ne isteyemiz? Bugün bölüm salamızda ертең салмаймыз. 2 күн саламызда 3 күн салмаймыз. Ой күнде сала берем ба осыны деп. Болғанша шаршағанша деп. Жоқ, айтып жатса баяғы сөйтсе мен бақылап жүрген ғой деп сөйтіп бір айдан кейін алады деген кісі болды ғой. Бір айдан кейін жарты жылдан кейін келіп өзім істеймін деп айтып жатыр дейді. Тура сол сияқты жарнама сала беру, айта беру. Ұйықтамау керек, шаршамау керек деп. Сол сияқты ұйықтамаңыздар, шаршамаңыздар, ойларыңызда қуат бар, қуатты дамыту, қуаттарыңыз азайып бара жатса, оны қуатты үйрететін сабақтар алып соны үйренсеңіздер, профессионал болсаңыздар.